Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз табада пісетін, өте оңай жасалатын 5 минутта пицца пісіреміз. Кәдімгі пиццалардан да ерекше, жұмсақ болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Подписаться белгісінің қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Үстінен шым-шым тұз қосып жақсылап араластырамыз. Енді 6 ас қасық майонез немесе қаймақ қоссаңыз да болады. 6 ас қасық өлшеп жұмыртқаның үстінен қосамыз. Осылай барлығын қостық. Енді жақсылап біріктіріп араластырып шығамыз. Біркелкі етіп араластырып алдық. Осындай масса шығады. Енді үстінен өлшеп 6 ас қасық ұн қосамыз. Бұл пиццаны дрож қосып, қопсытқыш қосып қажет емес. Осы ингредиенттерді қоссаңыздар, өте керемет пицца шығады. Енді жақсылап қамыр болғанша араластырып аламыз. Іртіктер қалмайтындай етіп, біркелкі болғанша. Мінекей осындай қамыр шығады. Енді табамыздың астын баяу қойып, кішкене ғана май құйып, барлық жеріне жеткізіп, осылай щеткамен жағып шығамыз. Енді қамырымызды салып, біркелкі етіп, барлық жеріне осылай жайып шығамыз. Отымыздың асты өте баяу болу қажет. Біз мынаны жайып болам дегенше қамырды күйіп кетуі мүмкін, сондықтан баяу отқа қойып қоямыз. Біркелкі етіп осылай жағып шығамыз да бетін тегістейміз. Баяу отта енді қақпағын жауып 2-3 минут ұстаймыз. Астыңғы беті қызарғанша. Лопатканың көмегімен астын осылай қараймыз. Қызарған болса, екінші бетіне ауыстырамыз. Мінекей, енді бетіне кетчупты салып, жағып шығамыз барлық жеріне. Енді қалаған салмамызды салуымызға болады. Мен қызанақ, шұжық және де сыр қолдандым. Осылай қызанақ пен шұжықты салып аламыз да бетіне ірімшігімізді салып шығамыз. Асты баяу болу қажет. Енді барлығын орналастырып, тағы да бетін жауып 3-4 минут ұстаймыз. Мінекей біздің өте дәмді пиццамыз дайын болды. Ыдысымызға орналастырамыз да кесіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай нәзік, жұмсақ болып шықты. Дәмі ерекше. Бастысы тез дайындалады. Дәмі кереметтей болып шығады. Көп уақытыңызды алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Оңай пиццаның рецебін поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Менің YouTube каналымнан осындай оңай әрі тез дайындалатын көптеген рецептерді таба аласыздар. Сондықтан каналды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңыз. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.